Мен баламды өтіп денесілері пыстық аппаратыраны өшіріп тастаған алар. Міне біреу қоспай жатыр, қос десем қоспайды. Көмектесіңіздерші. Мынаны қара, денесі ып-ыстық. Мынау не? Неге алдайсыңдар? Бастарына бергізме. Бастарына ерсін, бастарына. Неге Сіздер соны маған алып беріңіздерші, пожалуйста. Мен неге оны көрсетемін? Бүгінгі уходты көрейінші. Мен саған 5-тен кейінгі уходты көрейінші. Мен 5-ке дейін келдім. Вы поэтому уже, да, папа? Бүгін Ербаян осы больницадан звондайды бізге мамасына, Ербаян қайтып кетті деп. Сосын мамасы келеді, папасы екеуі келген кезде қарындасы бар Құндыз деген келіп, жаңағы Ербаянды қараған кезде жаңағы бүкіл несі әлі жүріп, қаны бәрі жаңағы жүрек соғысы бәрі болып тұрды. И сразу неге аппараттан суырып тастадың десе өліп қалды дейді. Уже аппаратты суырып тастағаннан кейін уже действительно адам өліп қалады уже. Ана аппаратпен жатқан негізінде енді былай қарасаңыз Ербаян пневмонияға түскен. Өте жақсы болатын, өзімізді пневмония емдеп жаңа өзіміз емдеп жүретінбіз. Олар скорый шақырады да, өздері скорый келеді, алып кетеді бізден Ербаянды. Алып кетеді, міне осы Ербаян осыны кетіп 20 күнде жатты. Ешқандай, даже мен видеосы бәрін түсіріп алдым өз телефоныма. Осы несімен демалшы еді, мойындағы жаңағы несімен пластикпен. Соның бәрі іріндеп кеткен. Прям кәдімгі ірін сасып отыр уже. Қарамаған вообще. И содан инфекция кеткен ғой, көрдіңіз, уже осложнение болды, не болды, и олар уже өздері несін еткеннен кейін әдейі специальный аппаратты сөндіріп тастады деп ойлаймын енді. Потому что мен келген кезде денесі әлі жып-жылы болып тұрды. Енді қазір көріп отырсыздар, ешқандай баланы бермей жатыр да, мамасы ешқандай рұқсат беріп жатқан жоқ. Соның өзінде де Алматыда да сондай оқиға болды, естідіңіздер, білесіздер. Өздері жаңағы больницаға алып кетті, басына операция жасады, бала комадан шыққан кезде. Міне қазір сондай жағдайда болды да. Олар баланы экспертизаға алып кетеміз деді. Біз айттық, экспертизаға бермейміз, баланы осы жерден үйге алып кетеміз дедік. Вскрытие жасап тастай ма деген ойымыз ғой жаңағы. Алланың алдынан қалай кеттім, Алланың алдына солай келуім керек. Сондықтан сол өзі 12 мүшесі су қалпысымен жібергіміз келеді. Біреу басшыларыма, біреулері сол жаңағы мән-жайдың бәрін түсіндіріп, мен сіздерге жаңағы өзімнің уәдемді беремін. Балаңызды ешкім кескізбейді. Бараны қазір моргқа апарды. Больница уже шығарып тастады. Далада жатпайды ғой бала. Оны моргқа апару керек заң жүзінде. Сол моргтан келіп алып кетесің. Смертельный справкасы бар, сол жерден алынады. Жаңа справка, тағы да бір қағаздар бар деді. Сол жерден аласыздар деді. Әлі алған жоқпыз. Жолдасым сол жақта. Сонда қазір күтіп отыр. Біз істің барлығынан сөзін шыны керек бас тартып отырмыз. Неге десеңіздер, ешқандай шындық ашылмайды.